Армысыздар, Астанадан сөйлеп тұрмын. Астана маңындағы нөмірі 3-ші Олимпиадалық резерв спорт мектебі. Бұнда жергілікті боксшылар, оның ішінде жастар, жасөспірімдер және балалар жаттығады. Және ерекшелігі бүгін бұнда ұлттық құраманың мүшесі, аса ауыр салмақтағы боксшымыз Қамшыбек Қоңқабаев арнайы келіп балалармен жаттығу жиындарын өткізіп жатыр, ақыл кеңесін беріп жатыр, тәжірибесін бөлісіп жатыр деген сияқты. Мен де енді арнайы келдім, соның барысын көруге. Және көкейде жүрген сұрақ бар. Менің де, сіздердің де, жалпы көпшіліктің көкейіндегі сұрақтары бар. Қоямыз, жауабын аламыз және барлығын дәл қазір сіздің назарыңызға ұсынамыз. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Полная амплитуда. Пол. Екеуін бірге потом. Қамшыбек, енді рахмет, біріншіден уақыт бөліп жатсыз бүгін. Абыр-сабыр балалардың көрдіңіз ғой, көздері жанып жатыр сіздер келгеннен кейін. Өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай, қалыңыз қалай? Азия ойындары аяқталды, қазір демалып жатқан уақыт. Айтып берсеңіз, не істеп жатсыз? Аллаға шүкір, көңіл күй барлығы жақсы. Енді қазір уақытта бір мезгіл жаттығу дейді ғой. Жайлап өзіміз спортқа жаңағыдай формадан шығып кетпес үшін. Сол жаттығуды қашан бастадыңыз? Сол Азия ойындарынан келе салып бастадым. Бірден ба? Соны неге көрсетпейсіздер, саласыз ба, салмайсыз ба соны? Өзім салмаймын. Әйтпесе әлеуметтік желіде білесіз ғой, өзбек боксшылары ойбай екінші күні бастайды екен жаттығуды, кросс жүгіріп жатады, фитнес залда жүреді. Бізден жігіттер де солай. Дәл сондай ма? Бірақ біз тек оқу жаттығу жиындарының алдында ғана жеке өзім сөйтемін. Сондай әлеуметтік желіге сол кезде шығамын. Оған дейін әлеуметтік желіге көп шыға қоймаймын. Бірақ жаттығу осы Азия ойындарынан кейін бірден басталды. Әрине, жаттығудан бастап. Бапты жоғалтпау үшін жалпы физикалық жаттығулар. Жайлап күн ара жаттығудан бастап, сөйтіп басталады. Елордаға көшіп келдіңіз ба? Әлде осы жақта уақытша тұрып жатсыздар ма? Енді қазір уақытша тұрып жатырмын. Бірақ енді бұйырса осында толыққанда көшіп келуге ниетім бар. Отбасыңыз осында ма? Отбасым, мен өзім үйдің ұлдардан кенжесі болғаннан кейін әке шешем менің қолымда, сондықтан әке ата-анам бар, бала-шағам, әйел бала-шағам, Аллаға шүкір. Климат қатты емес па? Қызылордаға қарағанда, Алматыға қарағанда? Қызылорданың да суы, желі негізі қатты ғой, негізі салқын болады. Бірақ енді әрине Астанадағыдай салқын жоқ. Бірақ үйреніп кетеміз бұйырса. Азия ойындары нәтижесіне көңіліңіз тола ма? Бір қандай, бір әттеген ай бар ма көңілде? Қазір кішкене басылды ғой, эмоция, қазіргі ойлар қандай қорытындылаған? Жалпы нәтижеге көңілім жеке мен өзім енді құрама енді бір ғана лицензия Алла маған нәсіп қылып тұр екен. Бірақ қалған 6 жігіт мысалы лицензиясы қалып, бірақ қайсысын алсақ та ұтылды деуге аузым бармайды. Өздеріңіз көрдіңіздер, жекпе-жекті көрдіңіздер. Енді бәлен түген демей-ақ өзі бәрі белгілі ғой, жанкүйерлеріміз көріп тұр ғой. Сондықтан сол жеріне шамалы бір әттеген ай деп ішің шамалы не қылады. Осы жерден барлығымыз лицензия алғанда бір тым асықпай бір Олимпиадаға дайындап жүргенде ол үшін күшті болды. Жақсы болу үшін негізі. Сіздік енді қазір жаттығу Олимпиадаға бағыттала ма? Осы 8 айдай аралық бар ғой ортадағы? Бұйырса. Мақсат сол тек қана Олимпиада ғой қазір. Оған дейде турнирлер болады, Құдай қаласа, жарыстар. Олимпиаданың алдында бірнеше жарысқа қатысып, кейін Құдай қаласа Олимпиадаға барамыз. Кәсіпқой бокстағы жекпе-жектеріңіз тұрып қалды ғой енді, ұзақ пауза болып қалды. Және қазір Олимпиадаға дайындалсаңыз, ол одан сайын ұзара береді ғой. Жалпы не болып жатыр ол жақта? Мен кәсіпқой бокста қазір инактив дейді ғой. Жаңағыдай бір жылдан аса шықпай қалсаң, жаңағыдай списоктен алып тастайды. Сол рейтингтен шығып қаласың. Рейтингтен шығып қаласың. Бірақ енді мен жекпе-жек өткізсем, әрі қарай бірден рейтингке қосыламын. Сондықтан ең бірінші мақсат әрине Олимпиада ойындары. Сондықтан акцент дейді ғой. Акцентті Олимпиадаға қоямыз, Құдай қаласа. Бірақ кәсіпқой бокс болып жатса, енді бірнеше жекпе-жек өткізуге де мүмкін болатын шығар. Оны ағайлармен ақылдаса отырып шешілетін мәселе. Соңғы жекпе-жекті білеміз бәріміз, өзіңіз де жақсы білесіз.
осы бір ой келді да, әттең мынау Азия ойындарындағы финалда 5 раунд болса деген әңгімелер болды. Немесе одан да көп болса ғой деп. Жалпы Бахадырмен кәсіпқой бокста кездесу деген бір ой ма, мақсат па, бір не жоқ па? Мақсат ештеңе жоқ. Ең бастысы Олимпиада. Олимпиадада Алла қаласа, енді бұл жерде бұйырмай тұрған алтынды Алла осы елім үшін, жерім үшін, мен үшін, осы өскелең ұрпақ үшін алтын нәсіп етсе, аса ауыр салмақта. Бұл мен үшін үлкен бақыт, қуаныш болады, Құдай қаласа. Бір бас жоғары болам деп енді айттыңыз ғой, жекпе-жектен кейін сол, финалдық жекпе-жектен кейін. Нені сездіңіз, сонда не бір осал тұсын таптыңыз ба Бахадырдың? Болам деп енді кесіп айтпадым, болу керек деген айтқан шығарым. Өйткені бір бас емес, екі бас деген әңгіме болды. Құдай қаласа келесі жолы бір бас емес, екі бас жоғары ұрып, Парижде алтын сыйлауға Алла тағала нәсіп етсін. Жалпы енді жеңіп тұрған жақты өзім сезгеннен кейін, енді шаршалана рингке шыққаннан кейін, енді пәлен түген деп айтқан, ол да бір өздеріңіз көрдіңіздер ғой, өзімдің сұхбатында еркектікке жатпайтын сияқты. Қолды көтермек болды ұтылдың. Одан әрі еңбек етеміз, Құдай қаласа. Бұйырса, Олимпиадада жеңу үшін бар күш жігеріміз саламыз, аянып қалмаймыз. Көпшілікте айтып жатыр жаңа, қамшыбекпен кездесеміз дегенде. Келесі де деп айтады, жекпе-жектердің болсын бір Париж нүктесі болсыншы деп бар ғой. Әмин. Ұлттық құрамадағы жалпы жағдай қалай? Қазір байланыс бар ма, әлде тарап кетті ма балалар? Азия ойындары қорытындыланды ма өздеріңізде? Әлде жеке бапкермен солай жұмыс жасайсыздар ма? Жеке-жеке? Әрине жеке бапкермен жұмыс. Қазір Спартакиада өтеді, бұйырса. Әрқайсы өздеріңіз білесіздер, әрқайсысы жеке өзінің облысына дайындалып келеді ғой. Сондықтан әрқайсысы өзінің облысында дайындалып жатыр, Спартакиадаға дайындалып жатыр. Бахадырдың бір мәлімдемесі бар ғой, өзбек боксы қазір Қазақстаннан озып тұр, қазақ боксынан озып тұр, қазақ мектебінен озып тұр деген сияқты мәлімдемелер тастайды. Оны білесіз ғой, бәріміздің жүйкеміз кетеді. Сол пікірмен келісесіз бе деймін, неге үнсіз қаласыз осындай кезде деген бір не келеді да енді? Мен қазір барып былай деп айтып не қажет бар? Жоқ, өзбек боксы қазақ боксынан озып тұр дегенге келісесіз бе, келіспейсіз бе? Әрине келіспеймін. Енді барша жанкүйерлер бокс түсінетін адам жалпы. Енді бокс ойлаймын, тек қана төбелес емес қой. Бұл искусство дейді ғой. Сондықтан бұл жерде әдемілік те бар. Біздің қазақ боксы, классика. Классика деген сияқты. Оны бүкіл әлем біледі. Мен қазір айтсам, оны айтпай-ақ барлығы біледі. Сондықтан оны қалай айтсам болады. Айтып қажет емес ол. Сөзбен емес, іспен дейсіз ғой? Сөзбен емес ол, көрініп тұр оның барлығы. Сондықтан мен пәлен түген деп айтудың да қажет жоқ. Ол жерде енді мен басқа жаңағындай елдердің боксын нашар деп те айтып отқан жоқпын. Бірақ біздің боксты білесіздер қандай әдемі. Сондықтан бұл жерде айтып қажет емес деп ойлаймын. Енді біз ақпараттық соғыстың ішінде жүрміз ғой. Жақында жаңа сіз айтпай жатқан нәрсені Иван Дичко айтты. Ол кісі кәсіпқой бокста жауапты жеңгем, әлде жеңе алам деген сияқты 4 рет кездесіпті, екеуі 4-інде жеңіске жеткен. Онымен бір байланыс бар ма сіздерде, жоқ па жалпы енді? Спорттасыздар ғой? Жоқ, ешқандай байланыс жоқ па? Ешқандай байланыс жоқ. Сосын бір андай ой келді, Иван бөліссе осы ойларымен жеңе алам деп тұр ғой, Бахадырдың Қамшыбекке айтса деген сияқты, қалай? Жоқ, оның не қажеті бар. Өздеріңіз соңғы жекпе-жекті көрдіңіздер. Ешқандай әңгіме жоқ оған қатысты. Енді оны басқа біреуден сұрап, өздеріміз ағайын бар, Мырзағали Құланұлы Айтжанов ағайымыз бастаған не бір мықты ағайларымыз бар. Қайтемін, кімнен басқа біреуден сұрап. Өзім ағайларым айтады, ағайларын айтқан істеуге тырысамыз бар кіші. Сосын соңғы Азия ойындарының алдында мен жігіттерден сұрайын, бір қатты жүктеме беріп жүрген сияқты, физиканы қоятын бар, ана тәсіпкерлер, маман бар ғой бізде. Енді кейбіреулер айтады, қол-аяқ қатып қалып жатыр да деген сияқты бар ғой, қатты жүктеме алғасында. Ташкенттен гөрі ауырлап алдық дейді, әлем чемпионатының алдынан гөрі Азия чемпионатында. Сізге сезілді ме ондай? Болған жоқ па? Сезілмеді. Енді Ташкентке қарағанда шамалы ауырлау болды. Нагрузкалар, жүктемесі алатын. Жүктемесі кішкене ауырлау болды. Бірақ бәрі нормадан тыс емес деп ойлаймын. Сол норма шегінде деп ойлаймын. Еркін жүрдіңіз ғой, былай? Не болған жоқ па? Қол тартылып, жүрмей? Жоқ, ондай қол тартылатын специальный нагрузкалар болу керек ондай. Жаңағындай.
болады ғой, ана судорог ұстап, шамал тартылып. Жекпе-жек кезінде. Жоқ, жекпе-жек кезінде ондай болмады. Оқу жаттығу кезінде айтып жатырмын. Иә, тауда. Ал одан кейінгі жаңағындай боевой сбор дейді ғой, ол жерде мүлдем басқаша. Қысқаша түр жаттығулар болды. Сондықтан ол жердегі мамандар жаңағындай Мазауи Айтжанов ағайымыз бар, Марат Шакиев ағайымыз бар, өзіміз бапкерлер бар, Данатс бар жаңағы физикалық тұрғыда. Олар өздерінің жұмысын беске біледі деп айта аламын. Финалдан кейін кім хабарласты бірінші? Кіммен сөйлестіңіз? Мен осыған келді сұхбаттарымды айтамын ылғи. Финалдан кейін енді көбісі телефонға қоңырау шалады ғой, ішке барам дегенше бірнеше сағат өтіп кетеді. Жаңа жуынасың, допинг тапсырасың деген сияқты. Үйге барам дегенше 2 сағатта өтіп кетеді. Қай мемлекетте, қай жақта жүрсем де сағат неше болмасын, біздің сағатқа қарамастан бірінші кезекте әкеме хабарласамын. Өзіңіз? Бірінші кезекте мен қалған ешкімге жауап бермей тұрып, бірінші әкеме өзім звондаймын. Не деді осы жолы? Көңілі толды ма оқысын, толмады ма? Құтты болсын дейді. Енді мен әкем көп сөйлемейді негізі. Өте неге шамал қаталдау кісі. Сондықтан анандай құтты болсын балам, жарайсың деп айтты. Ондай артық ештеңе айтқан жоқ. Енді ол әкеде, жақындарымда бүкіл жанкүйерлерді көріп тұр ғой. Не болған, қалай болған. Финалдың алдында Айтжанов не деді? Қандай тактика қойдыңыздар? Қалай қимылдау керек? Тактика өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Алға барып, кіріп, соққыларды жұмсау. Енді бірінші раунд қана кішкене не болып қалған шығар, атак 2-3 толықтай мен ағайлардың тапсырмасын орындауға тырыстым. Кешірім сұрайым. Бір нокаутқа түсіретіндей сезім болды ма? Әне-міне құлайды деген сияқты қарап отырған менде болды. Енді 3-ші раундта аяқ жағында болды сондай. 3-ші раундтан бастап. Әрине енді бокс болғаннан кейін сондай ниет болады ғой енді. Қазақ енді міне жеңіп тұрғанымды кішкене сезсем де, одан да самай енді жеңуге тырысасың ғой мен, айқын. Енді солай болып тұр, өздеріңіз көрдіңіз. Қолды байлай берген не ма? Үлкен кедергі ма? Жүйкені жұқарта ма? Жүйкенді жұқартады. Жүйкені онша жұқарта қоймайды. Уақыт кетіп жатыр. Бірақ өзінше бір кері әсер береді ғой. Сосын сол Бахадыр айтты ғой, мен ауырып шықтым, өзі айтты, бапкер айтты ғой, мен температура болды деген, жаңа өзіңіз айтқандай жараса ма, жараспай ма ондай боксшыларға айтқан? Өзі қарайды. Жеке өзім мен ондайды, жеке өзім, қайталап айтайын, жеке өзім ондайды мен құптамаймын. Өзім жақсы көрмеймін. Қолды көтермеді ма, жеңілдім болды деген сияқты ғой, енді пәлен түген деп ақталса, өзі ақтала берсін. Одан кейін енді білесіз, сізге жеткен шығар, Қамшыбек неге салмақ түспейді бір саты. Сол жерде мүмкіндігі керемет қой деген сияқты пікірлер болады. Қиын ба салмақ қою төменге? Неге? Кәсіпқой бокста 90-ға дейін түсірдім ғой. 90-да 700 деген негізі аса маған қиын емес. Бірақ Ташкенттегі жекпе-жек бар, өздеріңіз көрдіңдер Бахадырмен. Мен бұйырса осы аса ауыр салмақта, Қазақстанда осы аса ауыр, именно осы аса ауыр салмақта түйе палуан дейді ғой. Қазақша осы түйе палуан салмақта Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы болғым келеді деген арманым бар, мақсатым бар. Бұйырса сол жолда аянбай еңбек етіп жатыр, Құдай қаласа. Алла нәсіп етсе сондай бір тарих жазғым келеді. Алла нәсіп қылса. Бүкіл қазақтың арманы ғой негізі қазір. Сондай бір тарих жазып. Алла бұйырса. Жақсы. Бақтияр Артаев туралы фильм шықты, көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмедім, бірден. Қысқа деректі фильм. Сол 2008-де қазақтың арманы ғой, 2 дүркін олимпиада чемпион шығару деген сияқты. Ұлттық құрамада бір жағдайлар болады ішінде. Бас бапкер мен Артаев таңғы построениеге келмей қалады. Енді қысқаша айтайын. Бір-біріне ренжиді. Ағұрпеков бар, үшеуі Буданбек, Артаев. Сөйтіп тренировкаға келмей қалады. Сөйтіп бір не үзіліп кетті да, біздің арманымыз бар ғой жаңағы. 2 дүркін әне-міне қолымызда тұрған нәрсе. Қазір осындай бір жағдайлар болып жатқан жоқ па? Бізге көрінбейтін іште біз моральдық тұрғыда кедергілер, іште болмайтын кикілжіңдер деген сияқты осындай кедергілер жоқ па команданың ішінде? Енді Алла тіл көзден сақтасын деген келеді. Өйткені бізде Аллаға шүкір қазір Мырзағали Құланұлы, Марат Шакиев, ғылыми топ Ғалия Нұрбековна, массажистерден бастап Ерік Тәпеш докторымыз бар. Аллаға шүкір, жігіттер барлығы ауызбіршілігі өте жақсы. Құдайға шүкір. Біз осылай, осы қарқынмен Құдай қаласа Парижде топ жарамыз деп
әлемдегі ең мықты команда деп айтып жүреміз ғой. Сол жерде бір Алла бізге нәсіп етсе екен деймін, Құдай қаласа. Бұйырса арман мақсатымызға жетсек дейміз, Парижге Құдай қаласа. Шүкір, бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой. Құдай қаласа ауызбіршілігіміз Аллаға шүкір, тіл көзден сақтасын. Барлығы жақсы. Сіз айтқандай, майда шүйдалар енді болып тұрып шығар. Біз спортсмендер негізі ондайлар біле бермейміз, бізге айта да бермейді. Бірақ Аллаға шүкір бәрі жақсы, ауызбіршілігіміз күшті. Қамшыбек, сізге де рахмет, біраз уақыт бөлдік. Айтпақшы, тағы бір ойды айтайын, енді негізі спортшылар оны айтқысы келмейді. Бізде қазір қазақтың ауызбіршілігін бұзуға қатысты ақпараттық соғыс басталды. Мынандай әңгіме естідім енді. Мырзағали Айтжановты алып тастау керек ұлттық құрамадан, қазақ боксынан. Сол кезде қазақ боксы енді қазіргі жағдайы нашарлайды, бірте-бірте құриды деген сияқты, Парижге дейін. Енді осындай бір шабуылдар да болып жатыр қазір. Байқаймыз, бот дейді, Инстаграмда болсын, әлеуметтік желілердің барлығында. Оны енді комменттерді еткізіп келмей шығар, айтасыз ба? Өзімнің ойымды айтайын, жеке өзімнің ойым, қайталап айтайын. Мырзағали Айтжанов ағайымыз әлемнің екі дүркін ең үздік бапкері болды. Оны қалай айтсам, бүкіл әлем мойындап, сондай бір дәреже берді ол кісіге. Кеше енді Ташкентте өздеріңіз көрдіңіздер. Тарихи жетістік. Тарихи жетістікке жеткен кезде бүкіл қазақ бетіп көтерді де, енді кешеге кішкене ғана сәтсіздіктен, онда сәтсіздік болғанда да қаншама Асланбек Шынбергенмен айта берсем көп. 4-5 жеңісі кетті. Енді жеңіс кетіп қалды. Енді солай болып тұр екен, бір сынақта кішкене. Бірақ енді осы кезде бір жаңағыдай жығылғанға жұдырық болмай, осы жерде бір қолдап, Құдай қаласа бір Парижге сәттілік тілеп, керісінше осындай кезде бір қолдау дейді ғой, қолдау көрсеткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен де пікірім осы, және Мырзағадан бөлек сұхбат жазамыз, пікірін білеміз. Бізге бірігу керек. Өте аз уақыт қалды Олимпиадаға дейін. Жанкүйерлер бар, елі бар, спортшылары бар, бүкіл спорттың басқасына мамандары бар. Қазақ ауызбіршілігі мықты болса, жеңіске жетеді. Ташкентте көрдік оны. Қазақ біріксе, масқара күшке айналады. Енді біз қазір бір-бірімізбен қырыла беретін болсақ, біздің бәсекелестерімізге өте жақсы құрал. Қазақ кетсе, жаңағы спорттан нашарласа, олардың бәсекелестігі азаяды, мүмкіндіктері көбейеді ғой. Рахмет, Қамшыбек, енді уақыт бөлдің, біраз балалармен де жаттығып жатсың, бізбен де сұрақтарымызға жауап беріп жатсың. Саған сәттілік тілейміз, тілекшіміз, және енді қуатшы Бахадырды. Жақсы. Рахмет саған. Кесе? Достар, Мақсат Қадырбаев есімді осы нөмірі 3-ші Олимпиадалық резерв спорт мектебінің басшысы, және бүгінгі кездесуді ұйымдастырған, тікелей ұйытқы болған осы ағамыз, осы маман. Мәке, неше бала жинадыңыздар бүгін? Бүгінгі түскі жаттығуға шамамен 78 оқушы қатысып отыр. Келіп отыр. Бұл кәдімгі күнделік жаттығу ма, арнайы ұйымдастырдыңыздар ма осы балаларды? Арнайы ұйымдастырылып жатқан іс-шара болып тұр. Балаларды ынталандырып, осындай чемпион ағалары келеді дегенге, балдар келіп, жаттығуларын көріп, өздеріне керекті заттарын алып отыр десек болады. Және бапкерлерге де енді жақсы мүмкіндік қой, пікір алмасады. Жаңа біраз бапкерлер келді, осы қалалық спорт мектебінде жұмыс жасайтын, балалармен тікелей жұмыс жасайтын деген сияқты. Әрине, енді бұл айтқан кезде бұл сборный Қазақстан жиналып отырды. 5 чемпионды бір залға жинау, ол тарихи сәт деп есептесек болады. Өйткені бұл Астана қаласының жасөспірімдер 3-ші мектебінің арнайы жаттықтырушылары келіп, мынау чемпиондардан сабақ алып отырса болады. Өйткені бұл чемпиондар әрқайсы әр жаттықтырушыда өздерінің шеберліктерін үстемдігін арттырады. Оны қатты басымдық беріп отқан себебім, нөмір 3-ші Олимпиадалық резерв мектебінде бокс үйірмесі бар, және енді осы жерден шығады бүкіл ұлттық құрамаға болсын, жастар құрамасы, жасөспірімдер құрамасы, балалары осында шығу керек қой. Бірақ өкініштісі, қазір Азия чемпионаты өтіп жатыр, мысалы Астанада бірде-бір бала жоқ екен. Сіз енді қызметке жақында келдіңіз. Неге бұндай жағдай болып жатыр, және не істеуге болады? Ұят қой, елордада бір ел намысын қорғайтын бала табылмауы мүмкін емес. Сіздің сұрағыңыз өте орынды. Біз осы іс-шараны ең негізгі мақсатымыз осы Азия чемпионатысыз айта кеттіңіз. Дұрыс айтасыздар, жасөспірімден бізден қатысушы болмай тұр. Сол себептен біз осы чемпиондарды жинап, арнайы осындай жиын жасап,
ағалары балдарды, жас балдарды спортқа ынталандырып, жігерін арттырса деген мақсатпен осы залдан әлде де әлем олимпиада чемпиондары шықса деген мақсатпен істетіліп отқан іс-шара. Ең күшті команда Қазақстан! Сонымен достар, жаттығу жұмыстары аяқталып жатыр. Біздің де енді шығарылым аяқталуы жақын. Негізгі мақсатты түсінген шығарсыздар. Жігіттермен сөйлестік, ойларын білдік, пікірлерін білдік. Көкейде жүрген сұрақтар бар еді, қойдық. Және қазір ойланып тұрмын. Тағы да біраз сұрақтар бар. Сондықтан осындай форматтағы сұхбаттарды жалғастыру керек. Бірнеше бөлімін жазу керек. Өйткені білесіз, отандық бокста мәселе көп және өзекті, өте маңызды, әр қазақты алаңдатады. Сондықтан ары қарай жалғастырамыз. Ұлттық құраманың басқа да боксшылары бар. Осы боксшылардан айтып тұрмын, қайтадан сұхбат жазалам. Және басқасындағы мамандар, оның ішінде министрлік болсын, федерация басшылығы болсын, осы команданың басқасындағы бас бапкерлер болсын. Сөзге тартамыз, барлығын ашық және жариялы талқылауға тырысамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қолдауларыңызға рахмет. Бұл бізге қосымша мотивация.